тер болды ма? Жеті су бізді күткен төр болды ма? Мынау халық қолқалап сұраған соң, мейіржан микрофонды берді алды ма? Ағайында азайып қалған екен, соңын күтпей кеткен жөн болды ма? Қанекей бір дәлелдеп қойыңыздар, біздерге қол соғатын ел қалды ма? Жас ақындар айтысын бітіріп сап, домбырап шыға келдім мен алдыңа. Дәл бүгін жүлде алмайтын ақындардың қарғысын естейтіндер, ой шіркін, келді алдыңа, айдыма, айдыма. Ағайын жеті судай төрденсіңдер, барлығың биік-биік белденсіңдер. Халықтан асқан биік төреші жоқ, жүйрікке талай баға бергенсіңдер. Жаңа ғана біз өзі жүйрі болдық, оны да көздеріңмен көргенсіңдер. Енді міне айысқа шыға келдік, жүйріктің шабысына сенгенсіңдер. Жастарға біздер баға бергенменен біздерді бағалайтын, ой шіркін, сендерсіңдер, айдыма, айдыма. Ағайын шап деген соң шаба бердік, тереңнен теңеу сөзді таба келдік. Алдыңғы буын ғой деп ел ардақтап, кейінгі ақындарға баға бердік. Жас ақындар ішінде қыз жоқ екен, біз оны списоктен жаңа көрдік. Кілең еркек айқасты 2 сағат, біздер соның шешімін таба келдік. Қараталға шомылдырып алайық деп, айтыстың 2 аққуын, ой шіркін, ала келдік, айдыма, айдыма. Келгенде айтысатын салмақты сәт, алдымда халық отыр арнап құшақ. Сыптай боп серік заттай ағам отыр, қақиып сапта тұрған солдат құсап. Сақалды балғынбектей жездем отыр, балпиған кәдімгі бас бармақ құсап. Жандар бегім жайғасты сол жағыма, оңайлықпен шағылмас жаңғақ құсап. Айдай болып, айнұрдай апам отыр, сөздері тілі үйірген шәрбат құсап. Айтаған орнынан тұрмай қалды, шегесі ұшып кеткен шарбақ құсап. Bismillah сөзді бастадым, қызыл тіленді толғай түз. Бес ақын шықты алдыма, қызады деймін енді айтыс. Айтағым тұрмай қалды деп, тиісіп отыр сара қыз. Қозғаған оны қандай күш, жүрейін десе жүре алмай, тұрайын десе тұра
жалтақтап отырып алысқа бірақ кетпеңдер жандарбек айтқан өлеңге мен құлағымды салайын сары екеумізді шынында шомылдыруға кетпеңдер дәл оразаның алдында қосыл алайын деп Айзағанның бойында намыс тұнған тұлғайды тексіздіктен алыс тұрған мен білсем төрағалық мәртебесі Айташты Құлмамбеттен қалыс қылған Құнантайдың айтысын тамашалап елеңді тұлпарларын жарыстырған ассалаумағалейкум жерлестерім өзіңді еш өлкемен салыстырмам жәдігердің жасаған айтысы ғой Ілияс сарайында табыстырған Аллаға сансыз мәрте шүкір айтам сіздермен Рамазанда ой шіркін қауыштырған нарайым ақындар шаба берер ел қолдаса бастысы шапалағы кем болмаса айтағым қазылығын кімге дәрі етектен кесіп алып жем болмаса шегесі жоқ шарбақты қайтесіңдер кеудесі дарбазада ер болмаса айтағым деп қоймады айнұр мынау қартайған кәрі айғырдай ол далбаса кәрі арық қоразды нағыласың бройлердің қоразындай ой шіркін мен болмасам есімде елдің қалатын ақынның сөзі қорғасын мыналарға бүгін не болған өлеңін қызық толғасын айтақындар бәрі тиістау айнұрдан алыс болғасын шарбақсың дейді сара қыз әрине бізге олдасын қорасың деді балғынбек еместен менің жолдасым шуламай тыныш жүріңдер бұл жерде ұрыс болмасын менің махаббатымда шаруаларым болмасын Мен бүгін бір керемет үрдіс көрдім төрінде жетісудың үлгіс көрдім шаңдатып шапқанын бір көріңіздер қақайған қазыдағы білгіштердің жетісудың халқынан айналайын жырласам бойыңызға бір күш бердің талай айтысты көріп едім жюрилердің айтысын тұңғыш көрдім ай көзімнен осы арада от ұшырам төрінде
көрінде жетісудың жетісі бән. Қазірда басында біз 6 едік. 3 аймен бір лайыр 2 суан. Bir suvan sahnaga шықпай қалып, айтқысы келмеген ғой шексі бән. Баламмен қайбетіммен айтсам деп, Айтекеңнің бермепті бет шыдама Айтеке айналайын қайран шарбақ. Қартайып, маңдайдан бақ қайған шарбақ. Талай-талай сұлуды ұстабен ғой. Байталдай қуып жүріп сайдан шалмап. Баяғы жас күніміз өткен бөкен, Айнұрдай жас қыздарға ойран салмақ. Осындайда орнымнан ұшып жедім, кәдімгі ұшқандай боп айдан самғап. Шекесі ұшқан шарбақ боп қалыпсың ғой, Құдайым түскен саған қайдан салмаға Серікзат деген ұстаз ғой, ақынның бәрін санайды. Үш найман шықсақ жаман ба, атады таңның арайлы. Бір жалайын отыр ғой, бармағын бұл да жалайды. Екі суан шықты деп Серікзат жұртқа қарайды. Сен шатастың ау сөзіңнен, мынауыңды Айнұр қыз балалыққа балайды. Баласын қайдам айтағын наймандардан тарайды. Ramazan kep kalıpta musulmanlar, boyunda takarat ve husul varlar. Aldı menden jaslardı aytыстырып, endi қазыға тұшынғандар. Bir үйден Құдалыққа баратын адам ұсап, бір үйден бір адам ұсынбаңдар. Қазылықта қайқай отырдыңдар, Құлмамбет айтысынан ой шірігім, қысылмаңдар, жалт етіп өте шығар жалған лезде. Шетелдей көрінгенмен арман көзге, көңілің бір түрлі боп қалады екен. Айтекең төрге шықпай қалған кезде. Айнұр үшін атып тұрып жүруші едім, айтысқа Астанаға барған кезде. Айтеке көп созбай сен ортаға кел. Айнұрмен айтсайын деп бедің сен, қара шашың аппақ извесей шіркін. Болған кезде
Бақылбек Сарқы дедің Сүлейлердің, сөзіңмен маған бүгін бір ой бердің. Айтақынды қораз деп осарада, өзіңше шөже болып түлей бердің. Бір ойлермін деп жаңа айтып қалдың, мен сенің сол сөзіңнен үрейлендім. Ұстазбен жағаласқан түрі жаман, бетіне сақал шыққан бір ойлердің айы. Бұл сарай қиқулаған сарай боп тұр. Әкеме атып тұру оңай боп тұр. Айтысты Қараталдан бастап едім. Енді әзіл айтатын орай деп біл. Бойымда дәретім бар түспеймін деп. Бұл айнұр мына жерді кім таза маңай деп тұр. Қасыңа айтақындай шалым келді. Айеке дәретіңіз қадай боп тұр. Серікзат сынап кетті бір ой берді. Балғынбек бір ой берді деп кім ой берді? Жандарбектің мына бір сөздерінен басыма мына менің бір ой келді. Айтақын сахнаға шығып алып, құлағын домбыраның бір ой берді. Айтақын кеп қасына жайғасқанда, дәретің қалай деп Жандарбек сұрай берді. Айнұржанның дәретін кім біліпті, Серікзаттың дәреті, ой шіркін, күн ой болды. Оу! Әділдік жарасқан мен ойнаушы едім. Жазықсызды жазғырып қоймаушы едім. Сараңыз тұрмадың деп кінәланма. Теңізге сүңги білсем бойлаушы едім. Шаруағым ақырын тұрып кетсе, кіргізбей түбетегі қоймаушы едім. Ендіші өлең сөзге қақалың бар. Ішіңде түзуің бар, нақалың бар. Серікзат шынымен енген ой болса, кешіктірмей көшбеңе апарып таппайды. Айтаған махаббатын сайлаған-ау, сахнаны жалғыз өзі жайлаған-ау. Айнұр апам тұрды бет атып тұрды, бұл ақсақал әдетін қоймаған-ау. Кемпірінің қасында тыныш жатпай, шатыры тайып жүрген қайнағам-ау. Әзілге халық біраз күліп алды. Ақындар өзін-өзі іліп алды. Біреуі шарбақ деді, қораз деді.
әркімнің өзіне сай міні барды. Шегесі ұшып кеткен шарбақтай деп сарада күлдірді ғой міні залды. Тұрмай отқан ол шеген өз орнынан Айнұр тұр деген кезде тұрып алды. Плас көбіс аузымен мына қыздар шегені орнынан жұлып алдылар. Жандарбек сенден менен айтысы бар. Шалдардың түзуі бар, қайқысы бар. Кемпір ауылға жүгінбайды біздің шеге, екі жерден тартылған гәйкісі бар. Ұят болды әзілді бастап алып. Молды екен бұл темадан қашқан анық. Қайдағы шеген айтып, гайкын айтып. Айтақынға назарды рас қадады. Апырай жеті судың бұзық шалы асып кетті бес ақыннан астаналық. Бағана он ақынға баға бердік, өнері келе жатқан бастап алып. Енді олар мұны айтысқа баға берсе, жеті бақ берер меді, ой шегін, масқаралық. Осымен қошасы қош есен бол талды орған, көлін аққу шыңына шәулі қонған. Ынтымақ берекеңнен айырмасын, қашанда отанымның алды болған. Рамазан құтты болсын мұсылмандар, тура жолды табатын дәл Құраннан. Ауылыңа айтыс жиі келіп тұрса, ешқашан шығармайсың барды қолдан. Аямай ақындарға қол соққанға мейірімін жаудырсын, ой жерім. Қыздардың болған кеше қанша арманы, айтақын Айнұр қыздың аңсар жаны. Осындай айтысыма сән беретін аман болсын жетісудың саршалдары. Балғынбек бағанадан пәс отыр еді, айтақын кеп алдында жан салмады. Қораз келіп құтырып кетті білем, біреулер қасындағы дәу салмаға. Екеуің кеп жарасып отырсыңдар, Уәлибек пен Жүсіпте Шаншардағы бай. Бір қайыр жемістер. Шабытқа шабыт қосатын, қол соғып жұртым демеп қой. Үндемей айныл қалды деп, сағынып отырып мынау ел бұл қошеметте бөлек қой. Айдақын келіп қасыма, үндемей қалсам ағайын, бұл елді елден ерек қой. Бір отбасыдан негізі бір адам сөйлеу керек қой. Ақындар осы айтысқан мұрагерсің. Бұл
Олар да ендішінен тына берсін. Өлеңді түйіндейік орнынан, Вәлимек пен Жүсіптер тұра берсін. Сіздерге азын-аулақ әзіл айттық, ағайын қалжың сөзге куә керсін. Рамазанның алдында келгендіктен ақындардың айтқаны дұға болсын. Бүгінгі жас ақындар арасынан Балғынбек Серікзаттар шыға берсін.